Ақбота кек алу үшін Шерханды тартып алды. Қосылайық тележобасының басты оқиғасы Ақботаның Шерханды Заринадан айырып алуы ел аузында пікірталас тудырып жатыр. Ақботаның мұндай қадамға баруы оның Шерханға деген сезімін емес, Шерханнан кек ала бастағанын көрсетеді. Себебі телебағдарламаның алғашқы айларында Ақбота мен Шерхан жұбы біраз пікірталас тудырған. Шерхан Ботаны мазақ етіп, Ақбота сенің қызығыңды көріп болғанмын деген болатын. Осыдан кейін Бота қатты ашуланып көзіне жас алған болатын. Ақыры Бота Шерханды Заринадан тартып алды. Бірақ Шерхан оны байқап қалды. Альмира ханымнан ойлануға уақыт беруін өтінді. Альмира ханым қатты ашуланып, Шерхан, не ойлап тұрсың? Енді нақты қадам жасайсың, яғни үйлен деді. Шерхан басын төмен салып ойланды. Оны көрген Бота, мен жобадан кетемін деді Альмира ханым. Себебі бұл ойынды Шерхан біліп байқап қалғанына Бота ашуланды. Бірақ Бұтябай мен Альмира ханым асығыс шешім қабылдама, ойлануға уақыт беремін деді. Біраз уақыттан кейін олар жұртшылықтың назарында болып тамаша кездесулер өткізді. Ботаның кейінгі жоспары Шерханнан кек алу. Ол үшін Ақбота Шерханды тиімді пайдаланады. Ақбота Шерханды анасымен қайта кездіреді. Бірақ бұл жолы Ақботаның анасы Шерхан туралы жағымсыз сөздер айтып, Шерханның тәрбиесін айтып ашуландырады. Себебі Ботаның анасы аналар мерекесінде эфирге шыққан болатын. Ақботаның анасы Шерханның кешірім сұрауын күтеді. Бірақ Шерхан Ботаның анасына оның тәрбиесі туралы айтқан сөздер үшін кешірім сұрамайды. Оған Шерханның Ботаны пайдаланғаны себеп болды. Ендігі кезек Ботада Ақбота Айбекпен қайта қосылуы мүмкін. Нәтижесінде Ақбота еңліктен де кек алады. Және эфирде кейбір ұрыстар орын алады. Кенет Шерхан қатты ашуланады. Ал олардың қарым-қатынасы бірге-бірмен аяқталады. Бұл ойынға Альмира ханым ашулануы мүмкін. Егер ол өз эмоцияларына ерік берсе, оның біреуін жобадан шығарып тастайды. Әрине, олардың бәрін уақыт көрсетеді. Біз оқиғалардың дамуын күтеміз.